оңтүстікке қарай Қағбадан 4 шақырым қашықтықта орналасқан. Биіктігі 500 метрге жуық ең ұшар басында Сәуір деп аталатын үңгір бар. Пайғамбарымыз жүріп өткен тарихи орындар қасиетті деп саналып, жағдайы келгендер арнайы келіп зиярат етеді. Бұл таудың басына шығу қиынға түспес үшін арнайы баспалдақтар жасалынған. Бұл баспалдақтарды Аллах тағаладан тілек тілеген мұсылмандар сауап болсын деп тегін жасайды. Тарихқа талай ғасыр куә болған тастарды қашап, одан қажылардың жүруіне ыңғайлы болсын деп, өзін емес өзген ойлап, ерінбей еңбектеніп жатқан жұмысшыларға ризашылығыңды білдіресің. Ал үңгірдің тарихына келетін болсақ, Сәуір тауы Алланың ақиқат жолын уағыздап жүрген Мұхаммед саллаллаху алейхи саламды пұтқа табынатын меккеліктер қуғынға ұшырата бастайды. 622 жылы өміріне қауіп төнген пайғамбарымыз ислам дінін алғашқы болып қабылдаған Әбу Бәкірмен бірге түн жамылып, Меккеден жасырынып шығып, жол жөнекей осы үңгірге келіп жасырынған. Азулы дұшпандары жан-жаққа хабар беріп іздестіре бастайды. Сол кезде бір ізгесуші түйенің ізімен жүріп отырып, әлгілерді Сәуір үңгірінің аузына дейін алып келіп, олар тап осында отыр, ұзап ешқайда кеткен жоқ дейді. Тез арада бәрі үңгірдің аузына таяп келіп қалады. Мүшіріктердің дабырлаған даусын естігенде, іштегі Әбу Бәкір Сыдық қатты қорқады. Тіпті жанындай жақсы көрген пайғамбарымызға алаңдаушылығын білдіріп, мыналар келіп қалды, енді не істейміз деп абыржулы күйге түседі. Пайғамбарымыз сонда да байсалды қалпын бұзбастан: әй Әбу Бәкір, қорықпа, Аллах тағала бізбен бірге деп оның қорқынышын сейілтті. Дәл осы сәт күтпеген оқиға болды. Шынында да Аллах тағала олармен бірге екендігін дәлелдеді. Үңгірдің аузына бір өрмекші келіп, тез арада тор құрып шыққан екен. Бұны көрген дұшпандары еріксіз тосылып қалды. Адам кірсе өрмекшінің торы бұзылмас бет деп дабырласқан олар, бұл жерге адам аяғы баспаған деген ұйғарымға келіп, ары қарай тау асып кете барады. Осылайша өзінің сүйікті құлын дұшпандарынан ең нәзік өрмекшінің торымен сақтап қалу арқылы Аллах тағала өз құдіретін тағы бір мәрте ұқтырды. Медина қаласы Меккенің солтүстігінде 420 шақырымдай қашықтықта жатыр. Қала халқының саны шамамен 1 миллионға жуық. Ол барша мұсылман қауымының жүрегіндегі екінші қасиетті қала. Медина Құран кәрімнің мединалық аяттары түскен. Сонымен қатар Құран кәрімнің толықтай жинақталып кітап күйінде күллі әлемге таратылған жері. Медина ислам нұрына малынып, шартарапқа сәулесін жайған құтты мекен. Медина ардақты пайғамбарымыздың елшілік уазифасы біткенде дүниеден өткен және денесі жерленген қастерлі мекен. Жыл жасап 60 ұшақ жер бетінде бөленіп адамзаттың құрметіне өтіпті дүниеден хақ пайғамбар қалдырып өсиетін үмметіне. Иманмен ұятты ол қадірлепті, екеуі бойыңдағы барың депті. Ойланбай осылардан айырылсаң, дозақта шыжғырлар жаның депті. Пайғамбарымыздың мешіті Меккедегі Әл-Харамнан кейінгі қасиетті мешіт. Бұл мешіт Мединаның орталығында орналасқан. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи салам мешітінің исламдағы алар орны ерекше екендігін, Аллахтың елшісі: менің мешітімде оқылған кез келген намаз Мәсжид Әл-Харамнан басқа мешітте оқылған намаздан 1000 есе артық деген болатын. Жәннат бақшаларының бірі осы нұрлы мешітте орын алған. Бұл орын Рауда, яғни бақша деп аталады. Жәннат бақшасы Аллах елшісінің мінбәрі мен жұбайы Хазіреті Айшамен тұрған бөлмесінің арасында орналасқан. Мешіттің ішкі жақтары ислами ою өрнектермен әрленіп, жоғары жақтарында Аллах, Мұхаммед деген жазулар жазылған. Ескі зал мен жаңа залдың ортасындағы ашық алаңқайға мәрмәр бағаналар тұрғызылып, олардың төбесінен ашылып жабылатын шатырлар жасалған. Мешіттің төбесінде әр қайсысының салмағы 80 тонналық 27 күмбез бар. Олар басқару тетігімен ашылып жабылып тұрады. Осылайша мешіттің ауасын табиғи түрде тазартып отырады. Мешіт ішіндегі бағаналардың астыңғы жағындағы мәрмәр іргетастың ішінен арнайы салқындатқыштар орнатылған.
Нұрлы пайғамбарымыз Айша анамызбен тұрған үйінде қайтыс болып, сол жерде жерленген. Бұл қасиетті жер мешіттің жасыл күмбезінің астында. Пайғамбар зиратында ислам тарихының екеуі, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи саламның ізбасарлары Әбу Бәкір мен Омар бен берлері де жаңарып тұрған. Айта кететін жайт, Мысырды 1260-1200 бабамыз моңғол шапқыншылар мен крест тағушыларды талқандап, қасиетті жерге қия бастырмаған. Дін исламды көркейтіп, өзінің батырлығымен, ержүректігімен және әділдігімен халықтың бүкіл мұсылманның сүйіспеншілігіне ие болған. Аты аңызға хижра жыл санауының 664 жылы біздің бабамыз пайғамбар мешітіне жаңа мінбер жасатып, ол 794 жылға дейін сақталып келген. Бұл ұлы бабамыздың Аллах тағаланың елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи саламға деген құрметі болса керек. Қажылар елдеріне қайтар уақытта қоштасу тәуәбін жасайды. Қағбамен қоштасу қажылық уәжіптердің ең соңғысы. Қаж өтеудің шарты бар мұсылманға, міндет өліті жоқ қысылғанға. Аллахқа мойынсұнған мұсылмандар, ниетін қабыл болсын, ізгі жандар. Бір Аллах сақта мәңгі дінімізді, түзетіп тілімізді, дінімізді. Исламның көтерілсін мәртебесі, шапағат нұрға бөлеп күнімізді. Кім Аллах тағаланың ризалығы үшін қажылық жасап, жаман сөзбен жаман іс қимылдан аулақ болса, анасынан жаңа туған сәбидей күнәларынан тазарып, еліне қайтады. Хадис шариф.